Ағайымды әлі күнге дейін сүйемін. Өмірден алынған оқиға. Күз оқудың басталғанына да көп те болған жоқ. Ол кезде 10 сыныпта оқитынбыз. Мектебімізге жаңадан мұғалімдер келіпті. Сол мұғалімдердің ішінен біреу ерекшелеу көрініп еді. Жұрттың бәрі сол жас мұғалімді әңгіме ғып жүр екен. Кейін білуімше ол бізге сабақ беретін мұғалім болып шықты. Келе салысымен сабақ сұрады. Мен сабаққа дайындықсыз келген едім. Нашар баға алып қалдым. Одан алдым барлық сабақты 5-ке оқитынмын. Сол күннен бастап сол сабақты жақсы оқуға өзіме уәде бердім. Біраз уақыттар өтті. Ағайымыз жас маман болғанымен өте мықты мұғалім екен. Сабаққа белсенді қатысып мұғаліммен жақсы қарым-қатынаста болып жүрдік. Ағайға көп сұрақтар қойып басын қатырып жүретін кездеріміз болатын. Күздің суық күндері болатын. Мен әдеттегідей сабаққа келе жатқанмын. Ағайды көріп амандасып тұрғанымда мұғалім маған ерекше жылы шыраймен қарады. Оның үздік оқушыларының бірі болғанымнан шығар дедім де сыныпқа қарай тарта бердім. Сол күні ағайыммен тағы жолығысып қалдық. Ол маған тағы да ерекше көзқараспен шарпып өтті. Мен ештеңе түсінбей тұрғанымда жүрегім қатты соғып қоя берсе бола ма? Бұндай сезімде алдын болып көрмеген мен ұят аралас қуанышты сезініп, маған бір қанат біткендей күй кештім. Әр күнім солай бола бастады. Кейіннен ағайымды көрмесем тұра алмайтындай болдым. Сөйтіп жүріп ағайыма ғашық болып қалдым. Шынымды айтсам, оның маған деген көңілін білмеймін, бірақ оның тарапынан бір ерекше сезім байқалатын. Ол да менің сезімдерімді сезгендей түйілетін. Екеуміз кезіге қалсақ, ұзақ жанарларымыз түйісіп қалатын. Ол мұғалім, мен оқушы, жай жанарларымен сырласудың өзін қанағат тұтатынмын. Сөйтіп көп қызық дәурен кешіп жүргенде 11 сыныпқа да өтіппін. Ол кездері мектеппен қоштасуымды ойласам іштей қатты қынжылатынмын. Мектеппен қоштасу сүйіктіммен қоштасу екенін ойласам, еріксіз көзге ащы жас келетін. Біраз уақыттар өтті. Мектепті бітіруге де аз қалды. Талай ұйқысыз түндерімде сол бір маржан жанарларды көре алмайтынымды ойлап, жастығымды су қылатынмын. Қаламасам да оқуды бітірдік. Ішімдегі толқынды босатуға қанша оқталғанымен қызды ғарым жібермей, ғашығыма еш сөз айта алмай кете бардым. Қазір университетте 2-ші курста оқимын. Көп нәрсе өзгерді, бірақ мен оны әлі бала күнімдегідей сүйемін.